Бұл оқиға 1931-1932 жылдары болған көрінеді. Алматы облысының Ақсу ауданындағы Жаңалық деген елді мекенді колхозға айналдырып, оның төрағасы етіп Қамиқұл деген шолақ белсендіні тағайындапты. Оның есімі қаталдығымен тек Жаңалыққа ғана емес, Ақсу ауданына белгілі болған. 1931 жылдың көктемінде барша ауылдың адамдарына үлкенді-кішілі демей, таңның атысы, күннің батысы жер жұтқызып, бидай ектіріп бас көтертпеген. Мен сол кезде бесіктегі кішкене нәресте екенмін. Анам Балқия менің 8-9 жас шамасындағы ағама тастап, өзі колхозшылармен бірге егіне кеткен. Кейбір кездері жоспардан қалып қалдыңдар деп кешкі уақытта қараңғылық басқан кезде де жер жұтқызады екен. Қолдарына таяққа ораған шүберекті майға батырып жандырып, боразданы көріп жүру үшін амалдаған екен. Еңбектің бәрі қолмен атқарылатындықтан, оның үстіне бұрын тек малмен отырған халық енді егін егудің мән-жайын түгел білмей ме? Жоқ, жоспарды шынымен де орындай алмай ма? Әлде қабылдаған жоспарды жеделдетіп орындау үшін жасалып жатқан шара ма? Ол жағын ойлауға еңбекшілердің уақыты да шамасы да болмаған. Әйтеуір қалай болғанда да наурыздың соңына дейін егін себіліп бітуі тиіс. Ең сорақысы, сол кездері егін егіп жатқан бидайдың тұқымын малдарына айырбастап, не малды сатып орнына бидай алған екен. Техника деген атымен жоқ. Соқаны көбінесе өгізге жегіп, кейбіреуі оны сүйреп, екіншісі соқаны ұстап, үшіншісі жыртылған жерге бидайдың тұқымын шашып отырған. Өгіздер болдырып жүрмей қалған кезде қамшымен ұрып, қайта-қайта тоқтап, азаптанып, бастарына түскен жағдайды Құдайдың құдіреті деп түсінген. Колхоз дегеннің де не екенін ұқтырып жатқан ешкім болмаған. Бір кезде жай ғана ауыл болған Жаңалықтың аяқ астынан колхозға айналғанын, бір шаруашылыққа бірігу деп түсінгендердің көпшілігі бұрынғы кедей-кепшік кеңес үкіметі жарқылдайды деп сенгендер де солар. Елдегі саясаттың, өмір сүрудің, келешектің қандай боларынан хабарсыз жұрттың бар білгені тездетіп бидай егіп, күзде оны орып алу. Тәртіпке көнбегендердің қатаң жазаланатынын жақсы білгендіктен бас көтерместен еңбек ете берген. Себебі қас қарая бәз біреудің үйіне НКВД-ның адамдары дейтіндер келіп бас салып алып кететін болған. Кейін ес білген кезімде де анам сол бір ауыр күндерді есіне алып, іште асқа, кисе киімге жарамағандарына, баяғы бейнеттен арылмағандарына налитын. Көптен күткен 1931 жылдың күзі де келген. Бидай мардымсыз шығып, кеткен шығынның орны толмаған. Дегенмен, әлі де болса қорада бірер мал қараяды. Көппен бірге көрерміз деп барға қанағат етіп, колхозда құрғыл тастамас деген үмітпен күн кеше берген. Сөйтіп қайта көктем келіп, қайтадан егін егіп, әуре сарсаңға түсіп, Сталиннің саясатын іске асыруға бар күш-жігерлерін жұмсаған. Голощекин дегенді естімеген көрінеді. Есесіне, түстеріне кірсе шошып оянатын Қамиқұл болған. Өкінішке орай 1932 жылдың жазында жауын-шашын аз түсіп, еккен бидайлары күткен мөлшерден төмен жиналған. Соның салдарынан ауылдағылардың күн көрісі күз айларында нашарлап, қорасындағы соңғы малын жеп алғаннан кейін ішуге тамақ таба алмай, босып, жан-жаққа жан сауғалап тарай бастаған. Осылай алапат аштық жайлап, колхозы былай тұрсын өздерінің бастарымен қайғы болып кетіпті. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы демекші кеңес үкіметіне Қамиқұл сияқтылар колхоздың қамын ойласа, біздер өзімізді, балаларымызды аман сақтап қалудың қамын жасадық деп айтады. Тоз-тоз болып босып кеткендердің барған жерлерінде біреулері әйтеуір талғажау ететін ас тауып аман-есен қалса, енді біреулері құрт-құмырсқа жеп, ісіп кеуіп, бақилыққа аттаныпты дегенді кейін естіп жаттық. Ал біз Еркінбек екеуміз болсақ, балаларымызбен бірге мал фермасына барып, орналасып, нан жемесек те сүт айран ішіп, аштықтан аман қалдық деп Құдайға мың шүкірлік ететін. Естелікті Бибі Фатима Еркінбек қызының аузынан жазып алған тарих ғылымдарының докторы профессор Оразгүл Хасенқызы Махатова. 1932 жылдың зұлматы профессор Қамбар Атамбаевтың жетекшілігі жасаған тарихи этнологиялық экспедиция деректері атты кітабынан алынды.